Қарғыс әңгімесі. Күні бойы оттың басында қу терімен алысып отыр сөйтіп. Тарғыл мысық арсадағы еттен түк қоймапты. Не тошала үйдің жыртық тесігін бітемейсің, не мысықтың көзін жоғалтпайсың деп сырттан қомпылдап сөйлей кірген Күләй пештің түбінде өрім-өріп отырған күйеуі Қайсаға алаяқ қарады. Қайса үндеген жоқ. Қайқыбас төсектік алдындағы бөстекте теріс қарап бүрісіп жатқан Қарашаш апа басын көтерді. Тарғыл мысықты көрші ауылға апарып тастадым дегені қайда Қайсаның деп ұлына қарап мырс етті. Я шеше, өткенде көрші ауылға апарып тастағам, 30 шақырым жерден қалай тез келген? Дорбаға салып апардым, жолды да көрген жоқ, үйді қалай тауып келді екен деп Қайса таң қалды. Ой тәйір-ай, жылқымен мысық айшылық жерден қашып келді, оның қасында мына тұрған қара кемер сөз бе деп бір тынып алды да, жә, ол мысыққа тимеңдер, арсадағы етті қапқа сал да биік жерге салақтатып асып қой деді. Бұлардың айтып отырған тарғыл мысығы 2 жылдан бері осы үйдегілермен бірге жасап келеді. Өте қыран, үйге тышқан жолатпайды. Дегенмен беті ашық қалған тамаққа аузын тығып, арсадағы еттен ет қоймайды. Кейде тіпті Қайсаның тіліп қойған таспаларына дейін шайнап тастайды. Қайса талай ұрды, бірақ тарғыл мысық сол әдетін қойған жоқ. Өткенде атып тастайын деп бір оқталып еді, шешесі Қарашаш мысықтың қарғысы қатты болады деп атқызбай қойды. Содан бар тапқан амалы алыс жерге апарып қаңғыртып жіберу болды. Жүре берсін енді, тимеңдер мысыққа, астарыңның бетін жауып жүріңдер деді Қарашаш апа пештің мойнында тұрған жезқұманды алып жатып. Манағы сөзін тағы қайталап. Сосын құманын көтеріп есікке беттеді. Қиюы қашқан ағаш есік шиқ етіп ашылғанда аңдып тұрған тарғыл мысық сып етіп үйге кірді. Бүйірі шығып тойып алыпты. Жазда саяхатшылардың аяғы үзілмейтін көктерек қарқара бастап, құс қайтқан қазан айынан бастап базары тарқаған өмірдей самарқау күйге көшеді. Жаз болса киіз үйін тігіп, желі құрып, бие байлап, абыр-сабыр боп жататын ауыл адамдары күзде шөп шалаңын тырнаштап жиып алады да қыс бойы қолындағы малына қарап тырп етпей жатады. Қайсаның қысы-жазы айналысатын жалғыз жұмысы өрімшілік. Күзден бастап сойылған ірі қараның терісін жинап алып, таспа тіліп өрім өреді. Сол төңіректегі танымал өрімші. Қамшы, жүген, ноқта, айыл, жырым сынды ат әбзелдерінің түр-түрін өреді. Өмілдірік, құйысқан өргізетіндер де бар. Ауылдағы шағын мұражай бізге бір саба керек боп тұр деген соң 62 таспадан саба өріп берген. Қазір сол өрме саба көрген жанның таңдайын қақтыратын таңдаулы бұйымға айналды. Ауыл әкімі Қайсаның осы еңбегін ескеріп, ауданға, облысқа шапқылап жүріп, қазақ өрімшілік өнерінің мұрагері деген ат бергізді. Ай сайын беретін тиын-тебені де бар. Тиын-тебенін қойшы, Қайсада отқа қарап отырған жоқ. Қоралы қойы, үйірлі жылқысы болмаса да өз нештерлік дәулеті бар. Бір қамшы өрсе, бір тоқты беріп ап кететіндер аз емес. Осыдан бір ай бұрын осы ауылдың байы Бейсен келіп, бір ердің айыл тұрманын тапсырған. Ұзататын қызына ат мінгізбек. Қалайда тойға дейін үлгертсең деп қайта-қайта айтқан соң, Қайса сол күннен бастап Бейсеннің тапсырмасын орындауға кіріскен. Ертең той, қолындағы жырымды бітірсе бәрі дайын. Жақсыға тарту, жаманға сату болсын деп қос өрме жүген мен ноқтасын қоса өрді. Пыстан мен өмілдірігін көз салып сәндеді. Мынаны көргенде Бейсекең қалайда бір қарасын алдайтыны анық қой деп іштей есепте соғып жүр. Апасы сыртқа шығып кеткен соң Күләй Қайсаға бұрылып, тарғыл мысық еңбегіңді еш қылыпты. Кеше өріп бітірген өмілдіріктің шашағын түк қоймай шайнап тастапты дегенде Қайса шабына от түскенде орнынан ыршып тұрды. О, әкеңді, 12 таспадан өрген өмілдірікті де шайнап тастап па? Әй, мынаның қорлығын-ай деп пештің түбінде отырған тарғыл мысықты желкесінен алып жерге бір-ақ ұрды. Қанша айтқанмен жауырынына пайғамбардың қолы тиген жануар емес пе? Жерге былш етіп қатты ұрылмай 4 аяғын тірей түсті. Бұл онсыз да ашуға булығып тұрған Қайсаның жынына тиді білем. Шап беріп мысықтың артқы сирағынан ұстай алды да сүйретіп далаға шықты. Тарғыл мысық бір пәленің болатынын сезгендей жаны ұшыра мияулап Қайсаға жалынғандай кейіп танытты. Бірақ оған Қайса қараған жоқ.
Есік алдына алып шықты да артқы сирағынан ұстаған беті үйдің бұрышында жатқан жалпақ тасқа тағы бір періп кетті. Мысық бұл жолы да аяғымен қорғанып ұлы денесін тасқа тигізбей кетті. Дәрет алып отырған Қараша шапа мұны көріп ойбайлап тұра жүгіріп еді, үлгермей қалды. Ол келгенше қаны қарайып, жүзі өрт сөндіргендей түтігіп кеткен Қайса тарғыл мысықты табанға салды да қарынан аяғымен басып тұрып алдыңғы екі аяғын жұлып алып екі жаққа лақтырып жіберді. Қол етімен қатар қабырға терісі де жалбырап қалған бейшара мысық тыржыңдап аз жатты да мяу деп барып жан үзді. Алқынып жеткен Қараша шапа астағфиралла деп алақтап көзі ақшиып талып қалды. Осы оқиғадан кейін Қараша шапа ұзақ ауырып жазылды. Оны емдетуге Қайса да біраз шығындалды. Дегенмен көктем шыға көктеректің көңілді күндері басталды. Қарашаш апаның жүрегін ауыртқан тарғыл мысықтың да оқиғасы біртіндеп ұмытылды. Күн артынан күн өтті, жас өсті, жарлы байыды. Қайсаның жалғыз ұлы жанатта ер жетіп келіншек алды. Қайса бар жиған тергенін шашып, ат жаптырып, той жасап келін түсірді. Күләй келін түсіріп қолы ұзарғанына қуанса, Қайса немере сүйуге асықты. Келіні Жібек те текті ауылдың қызы, ибалы, әдепті, 10 саусағынан өнер тамған ісмер. Келін боп түсіп төсекпен көтерді. Әне-міне дегенше 9 ай толып толғақта басталды. Жаздың күні Қайсаның үйі тепсеңде киіз үймен отырған. Бұл ауылда дәрігер атымен жоқ. 100 шақырым жердегі ауданға қатты ауырғандар болмаса, көп ешкім бара бермейді. Келіндер ауданға барып босансын деп ауыл басшылары талай айтты. Бірақ ой ауданның құрсын, ер дәрігерлер босандырады дейді, балаңды ауыстырып жібереді деген секілді пәле қазаны қаптатып біреуі бармай қойды. Біреуі толғатса Қараша шапа мен Қадиша кемпірді шақырады. Осы көктеректегі Бейбатима піріне сыйынған талай елді осы екі кісі қазақы жолмен аман есен босандырып алатын. Дегенмен немере келіні толғатқанда Қараша шапаның дегбірі кетті. Көршінің балаларын жұмсап Қадиша кемпірді шақыртты. Ол келгенше Қараша шапа алды қанат ақ боз үйдің ортасына қос қабат арқан керіп қажетті дайындықты жасап үлгерді. Әлден уақытта қасына көрші келіншектерді ертіп Қадиша кемпір де жетті. Ал Қадиша, қолың жеңіледі ғой, немере келінді сен босандыр, толғақтың ащы болатын түрі бар, байқаймын бала кіндігіне оралып қалған сияқты. Көрші әйелдерді шақырып сырмаққа саласыңдар ма, қайтесіңдер деді. Бала теріс келсе, кіндігіне оралып қалса, қазақтың сырмаққа салып оң теріс жасап жіберетін әдетін меңзеп. Жалғыз сенің келініңді босандырып тұрғам жоқ қой. Осы ауылда сен екеуміз босандырмаған, кіндігін кеспеген кім бар? Алаңдама, Алла сәтін салса, келін аман есен босанады. Сен онан да бізге қарамай жарыс қазаныңды көтер, деді Қадиша кемпір келте қайырып. Қараша шапа ұнның ішіне салып сақтап жүрген бір жілігін көтеріп сыртқа беттеді. Бірақ екі құлағы іште. Қанша күтсе де келіннің ышқынған даусынан басқа ештеңе естілмейді. Дегбірі кеткен Қараша шапа келсапты алып үйді айналып түйгіштей бастады. Баяғыда Құсанның келіні бір күн бір түн толғатқанда үй іргесінен үйірлі жылқы айдап үйді айнала дәл осылай түйгіштеп жүріп аман есен босандырып алған. Қазақтың осы ырымы сеп болды ма, жоқ әлде уақыты тура келді ме? Қараша шапа келсаппен жерді түйгіштеп алды қанат үйді жет айналғанда іштен іңгәлаған сәбидің үні естілді. Құдай, ақсарбас деп Қараша шапа арқасынан ауыр жүк түскендей босағаға сылқ етіп отыра кетті. Енді бір әйел жүгіріп шығып сүйінші сұрайтын шығар деп еді, үйдегілер бөгеле берді. Жүрегі шым етті. Екіқабат әйелдің бір аяғы көрде, бір аяғы төрде деуші еді. Келін аман бекен деген ой сап ете түсті. Іле-шала Күләйдің әлденеден шошынғандай ышқына жылаған дауысы шықты. Қараша шапа жан дәрменімен есікке ұмтылды. Жібек оң жақта сұлық жатыр, ал Күләй қара жерді төмпештеп үй ішінде дөңгеленіп жүр. Жайшылықта тізесінен баса алмайтын Қараша шапа екі ағаттап Қадишаның қасына жетті. Әйелдер кері шегінді. Қадиша, бұл қалай болғаны дегендей Қарашаштың бетіне қарап шақалақты қос алақанына салып оған қарай таятты. Сұмдық-ай,
баланың екі қолы жоқ. Тақыр қолтығынан біреу жұлып алғандай денесінің жоғарғы жағы домаланып жатыр. Шүметай шошайып, екі аяғы ербең-ербең етеді.